Dayındайтын рецептimiz салат болады. Қызылшадан салат. Қызылшаны пісіріп аламыз. Творог, банан және де осындай көкөніс. Қызылшаны осылай майдалап турап аламыз, бірақ сіздер өз қалауларыңа қарай турасаңыздар болады. Қызылшамызды осылай турадық. Енді бізге бананымызды турап аламыз қазір. Бананымызды турап алдық, осылай қызылшамыздың үстіне әдемілеп сеуіп шығамыз. Тағы да оның үстінен творогымызды. Сіздер қаласаңыздар, араластырсаңыздар да болады. Мен соусын үстінен құйып шығамын. Осындай сладкий соус, сечили құйсаңыздар да болады. Салатымызға әрлеу беру үшін осындай құлпынайларды қойып шықсақ болады. Өте жеңіл әрі дәмді салат. Ағзаңызға өте пайдалы. Жасап көріңіздер. Және де кедровый орехті үстінен сеуіп шығамыз.